Табиғи ресурстарды дұрыс пайдаланбаудың кесірінен 2030 жылға қарай ел экономикасы 6-7 миллиард доллар шығын шегуі мүмкін. Бүгін қоршаған ортаны қорғау министрінің орынбасары осындай болжамын айтты. Марлен Ысқақовтың есебінше, жер ресурстарын тиімсіз пайдаланудан еліміздегі ауыл шаруашылығы жерлерінің 50% жарамсыз күйде. Осының салдарынан бидай сапасы соңғы 20 жылда 36%-ға төмендеген. Бұлай жалғаса берсе, болашақта ауыл шаруашылығының әлеуеті 1,5 миллиард долларға кемуі мүмкін. Тағы бір өткір мәселе су ресурстары. 2030 жылға қарай Қазақстан судан тапшылық көруі ғажап емес. Тіпті 13 миллиард текше метр су жетіспеуі мүмкін. Өйткені трансшекаралық өзендердегі су көлемі жыл сайын 2-3%-ға төмендеп барады. Себебі көрші елдерде де тіршілік көзіне сұраныс артуда. Мәселен, Іленің бастауында отырған қытайлар қазір 555 миллиард текше метр су тұтынады. 2030 жылға қарай тұтыну көлемі 800 миллиард текше метрге жетпек. Яғни бізге келетін Іле суы жылда 2%-ға азайып барады. Ал Балқаш суының 80%-ы осы Іледен құятынын ескерсек, көлдің де жай қиындайды. Сондай-ақ Өзбекстан, Ресей, Қырғыз еліндегі суға деген сұраныстың артуы Сырдария, Есіл, Тобыл, Шу мен Талас сағасындағыларға кесірін тигізбек. Сондықтан табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың тетіктерін табу өте өзекті. Осыған қатысты ел үкіметі қазір жасыл экономикаға көшудің стратегиясын әзірлеп жатыр. Стратегияны дайындау жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде Қазақстан экономикасы жан-жақты зерттелді және жасыл экономикаға не үшін көшу керек деген сұраққа жауап берілді.